Қазақтың танымал әзілкеші, сахнадағы ерекше харизмасымен көрерменнің сүйіктісіне айналған Мереке Қалбаева соңғы күндері әлеуметтік желіде ең көп талқыланған тұлғалардың біріне айналды. Бұған оның жеке өміріне және денсаулығына қатысты жариялаған жазбалары себеп болды. Жақында Мереке ханым Instagram парақшасында оқырмандарын ойландырып, жүрегін ауыртқан жағдайлармен бөлісті. Ол: "Маған демалыс кереген. Скіртей болған. Жақында бетің қисаят" деді. "Жақында демалысқа кетемін. Оған дейін барлық шаруамды бітіру керек. Негізі менің денсаулығымның сыр беруі тоқтамай жұмыс істегеннен және нервтан екен. Барлығын жүрекке қабылдаймын. Не үшін демалмай жұмыс істеп жатырмын, кіммен жарысып, кім үшін істеп жатырмын, қалай ойлайсыздар?" деп жазды. Бұл сөздерден оның соңғы уақытта шектен тыс жұмыс істегені, денсаулығына жеткілікті көңіл бөлмегені байқалады. Әзілкештің айтуынша, жүйкеге салмақ түсу мен тынымсыз еңбек оның жағдайын ушықтырған. Бұған қоса, Мереке Қалбаеваның жеке өмірінде де өзгерістер орын алғаны белгілі болды. Әлеуметтік желідегі жанкүйерлері оның соңғы кездері жалғыз жүргенін, бұрынғыдай отбасымен түскен суреттерін жарияламай кеткенін байқаған. Иннен расталған ақпарат бойынша Мереке ханым жолдасымен ажырасқан. Жағдай туралы ол тікелей айтпаса да, келесі аялдамаға жалғыз барамын деген астарлы жазбасымен көп жайтты меңзеген еді. Ажырасу әр адамның өміріндегі ауыр кезеңдердің бірі. Әсіресе сахнада жүрген, халықтың көз алдында өмір сүретін тұлғалар үшін бұл екі есе қиын. Мереке ханым да осы сынақты сабырмен қабылдап, бар назарын шығармашылығы мен көрерменіне арнағанын айтады. Жеке өміріндегі өзгерістер мен денсаулығындағы қиындықтарға қарамастан, ол сахнаны тастап кету ойында жоқ екенін жеткізген. Бірақ біраз уақыт бойы демалып, күш жинап, жаңа шабытпен оралуды жоспарлап отыр. Көпшілік әзілкештің бұл сөздерін алаңдаушылықпен қабылдады. Жанкүйерлері әлеуметтік желіде оған қолдау білдіріп, жылы лебіздерін жаудырып жатыр. "Сіз бізге керексіз, денсаулығыңызды бірінші орынға қойыңыз. Сахнаға оралуыңызды күтеміз. Жалғыздық жаман емес, жаңа мүмкіндіктердің бастауы." Мереке Қалбаева қазақ сахнасының айрықша тұлғаларының бірі. Ол тек әзіл айтып қана қоймай, әр айтқан сөзін көрермен жүрегіне жеткізе алатын сирек өнерпаздардың санатында. Міне, дәл осы қасиеті оны жұрттың ыстық ықыласына бөлеп отыр. Соңғы оқиғалардан кейін көпшілік оның шығармашылығына жаңа леп келетініне сенімді. Өмірдегі қиындықтар, ауыр сынақтар әр адамды шыңдайтын, жаңа қырын ашатын кезеңдер. Мереке ханым да бұл жолдан мықты болып шығатыны анық.